Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өзімнің пісіріп жүрген медовый торттың рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші біз барлық затымызды граммдармен өлшеп дайындап аламыз. Барлығы бөлме температурасында болған жөн. Енді үлкен темір ыдысымызға майымызды, қантымызды, сұйық майымызды саламыз. Кейін медымызды саламыз. Яғни бал. Балымыз міндетті түрде табиғи болғаны жөн. Себебі балды тортты жеген кезде балдың дәмі шығып тұру үшін. Енді осы төртеуін водяной баняда ерігенше ұстаймыз. Міне біздің суымыз ысыды. Енді водяной баняға ерітеміз. Міне еріді. Толықтай ерігеннен кейін үстіне сумен сода араласқан смесімізді құямыз. Сонда мынадай көпіршіктер пайда болады басында. Одан кейін сұйық тестамыз осылай көпіреді. Кейіннен ақ түске енеді. Осылай түсі өзгерген кезде біз жұмыртқамызды жақсылап араластырып жаңағы смеске 5-6 бөлікке бөліп құйып тез-тез араластырып отыруымыз қажет. Себебі біздің жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Егер пісіп кеткен жағдайда ол біздің тестамызда аппақ боп жүреді. Сондықтан тез-тез араластырып тұруымыз қажет. Міне осындай масса шықты. Енді біз ұнымызды шетінен салып отырып қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден сала салуға болмайды. Әр ұнның өзінің тығыздығы болады, сондықтан шетінен салып отыруымыз қажет. Сіздер де жасаған кезде ұндарыңыздың тығыздығын қарайсыздар, ескересіздер. Міне осындай жұмсақ теста шығады. Өте жұмсақ әрі нәзік. Жұмыс істеу өте қолайлы. Енді тестамызды бетін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Менің тестам 10-15 минут демалды. Енді сәл қолыммен жайып жіберіп, 1-5 бөлікке бөліп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 8 бөлікке немесе 10 бөлікке бөлулеріңізге болады. Немесе 3-ақ бөлікке де бөлуіңізге болады. Осылай бөлгеннен кейін әрқайсысын домалақтап аламыз. Дайындап алғаннан кейін пергаментімізге әр бөлікті жайып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тестамен жұмыс жасау өте оңай. Ешқандай қиындықсыз жайылып жатыр.
осылай жайып болғаннан кейін өздеріңізге қажетті мөлшерде кесіп аласыздар. Үстіне бір қойып шықсаңыздар болды, өзі кесілген түрі көрініп тұр. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін қантымыздың үстіне бірден сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Енді үшеуін жақсылап араластырамыз. Ешқандай комочек қалмауы қажет. Мен жақсылап араластырып алдым. Ешқандай түйіршік қалған жоқ менде. Енді газға қойып, жай отта 15-20 минуттың көлемінде осылай бетінде көпіршіктер пайда болғанша араластырып тұрамыз. Креміміз дайын. Беті қаязып қалмас үшін осылай бетіне салфан жауып қойсаңыздар болады. Толық суы қажет. Суығаннан кейін холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Енді тестамыз пісіп шықты біздің. Тестамыздың артық бөліктерін кесіп алып тастаймыз. Артық бөлігі біздің қазір тортымызды сәндеуге қажет болады. Міне оп-оңай алынады. Осылай мен осындай 5 корж жасап алдым. Міне қалған бөліктері. Енді суыған кремімізге майымызды және қаймағымызды саламыз. Сөйтіп үшеуін жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын. Бұл медовый тортқа әртүрлі кремдерді жасап қосуға болады. Балаларға осы крем ұнағандықтан үнемі осы креммен жасаймын. Міне осылай кезекпен біз кремін, коржын қойып, тортымызды жинақтап аламыз. Мен медовый тортты неше түрлі креммен жасаймын, бірақ тура осы крем менің балаларыма қатты ұнайды. Мұнда тестаға қосқан балыңыз неғұрлым табиғи болса, соғұрлым сіздің тортыңыз дәмді шығады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Міне біз тортымызды бетін және жан жағын
Енді крошкаларын жағып шықтық. Бес-алты сағатқа салқын жерге қойсаңыздар, кремі сіңіп, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Бетіне осылай сахарный пудрамен әсемдеп шықтым. Егер менің каналым сіздерге ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана.